Barchaga selam dostlar. Салем. Ko'rib turganingizdek, biz hozir TRTga kelib turibmiz. Және ары не болатынын білу үшін бізбен бірге болыңыздар. Мінекей достар, біз қазір ішіне кірдік және де Минусо деген магазинге келе жатырмыз. Минусо деген магазинге қазір біз обзор жасайтын боламыз. Біз жақындап қалдық. Қазір біз өзімізге де бірнеше зат аламыз, бірақ соған қоса біз сіздерге обзор жасаймыз. Көріп тұрғаныңыздай, осы жерде көп жұмсақ игрушкалар бар. Ал мына жерде кремдар бар. Көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде наборчиктар. 1390 теңге. 3 крем үшін өте арзан деп ойлаймын. Жерде сабын қоятындай пустой бутылочкалар бар. Наборчиктары. Мынау да 1390 теңге тұрады екен, және де жалға шыққанға өте ыңғайлы. Бұл брелоки деп ойлаймын, олар 1090 теңге. Сосын әйден ары қарай жүрсек, әйден роллер бар, бетке массаж жасайтын. Ол 2190 теңге тұрады. Олар бар. Көріп тұрғаныңызда негізі массажерлар өте көп. Олардың бағасы 1390-нан 2190-ға дейін жетеді. Әйде әртүрлі посуда бар, бірақ оған көп тоқталмаймыз. Нәрде жолға алатын сумочкалар бар екен. Олардың бағасы 2190. Қараңыздар. Бұл самолетқа ұшқанда немесе пойызбен барғанда мойынға алып қоятын подушкалар. Бұлар өте ыңғайлы, және де бағасы қанша екен? Қазір көрейік. Бағасы 3990. Бұл қатты қымбат емес. Сол подушкалардың әртүрлі түрлері бар. Әртүрлі мишкалар, собачкалар. Мына жерде әртүрлі кружечкалар бар екен. Мынаны қараңызшы, сонда кішкентай, сонда әдемі. Мына наборчик әртүрлі мишкалармен. Осындай стильный әдемі кружечкалар бар екен. Это что? Это наборы мисок. Мына әртүрлі тарелкелердің наборлары, және де 1390. Өте арзан, өте ыңғайлы, өте әдемі. Мынау да тарелке екен. Алтау. 2190. Бұл жерде қатты қымбат емес екен. Негізі бұның бәрін жолға алғанға өте ыңғайлы деп ойлаймын. Себебі осындай мисочкалар бір-бірінің үстіне қойылады, және де олар чемоданда сақтау өте ыңғайлы. Жерге ас бөлмеге керек заттар. Минусода кастрюлялар бар екенін білмеппін. Ата-анамызға керек заттардың бәрі мына жерде екен. Сосын аяқта кішкентайларға осындай полотенцелар бар деп ойлаймын. Кухняға да олардың бағасы 1090 теңге. Және де осындай полотенцелар бар, андай коробочкада. Сосын шашты жинауға көмектесетін осындай повязка. Және де ұйықтауға керек повязка. Бұлардың бағасы мынаныңкі 1390 қайттан. Және мынаныңкі, ол да 1390. Өте арзан, өте керек. Мен ойымша. Мынақта аяқ киім де бар екен ғой. Бұлындай сланцылардың бағасы 2490. Бірақ қазір күз және де қыс келе жатыр. Сол негізі Минусода үйге керекті әртүрлі органайзерлар өте көп екен. Мынандай бүкіл отбасыға шөткіларын ұстайтын органайзер бар екен. Оның бағасы всего лишь 2190. Менің ойымша біздің ваннаға осындайлар керек болады. Себебі сабын ұстауға және де Әбдіхалықханға кішкене қызық болатындай мынаны аламыз деп ойлаймын. Бұның бағасы 1390 теңге қайттан. Қараңыздар, бұл жерде кішкентай мусорчикалар бар екен. Қайттан мынандай мишкалармен осындай қақпаға осылай айналатын. Және де мына жақта стөлге органайзерлар бар екен. Олардың мынандай мусоркалардың бағасы 3990, мыналардың бағасы 790 екен. Мынау 2990. Ары қарай бара берсек болады. Және бұл жерде әртүрлі бутылочкалар бар екен. Қайта олар жоға алған ыңғайлы деп ойлаймын. Мынандай трубочка мен бутылкалар өте ыңғайлы және де өте әдемі көрінеді.
мындай трубочка мен бутылочкалардын багасы белгисиз мага, бирок мындай бутылочкалар 2990 турат. Мындай үлкенирээк 3990. Биз негизи стаканчикте туратын жерге кайта оралдык, себеби Абдыхалиханга осундай ичинде звездочкалар бар, стаканчик алайык деп шештик. Ары карай және осында мындай өтө адемі будильниктер бар екен, классический, бирок буларда ар түрлүү картинкалар бар. Кимге унайды, сулар алса болады, және багасын көрейик достор. 3990 теңге. Бул магазинде баары катты кымбат эмес экен. Және мынакта кадимби термин бар. Сосын мынакта кичине астына түссөк, балаларга ваннанын ичинде ойнауга оюнчуктар бар экен. Абдыхалиханга алатын едик, бирок олар уже үлкен. Онун багасы 2990 теңге. Содан кейін бізде осындай жүптер мен наборчиктар. Бұл әр үйге керек дүние деп ойлаймын. Ішінде бәрі бар екен, әр түрлі түсті жүптер, мынандай метр, сыр тігетіндерге арналған скрепка, қайшы бәрі бар екен. Оның бағасы 1390. Сосын мына жерде уже жігіттерге арналған деп ойлаймын. Әр түрлі батарейкалар, отверткалар, мындай канцелярский нож да бар екен. Тұрғандарыңыздай, әр түрлі қыздарға керек заттар бар. Мынандай көллермен сіз өзіңіздің кірпігіңізді қайыра аласыз. Оның бағасы 1390 қайттан. Бағалар қайталанатын беретін еді ғой. Енді әр түрлі бритвалар, тырнақ кесетіндер, мынақта қыздарға керек заттар негізі көп. Кисточкалар бар макияж жасау үшін. Достар, ана жақты қараңызшы. Бұл жерде ұлдарға ойыншықтар бар екен. Әр түрлі тракторлар, монстр трактор. Бәрі өте качественный деп ойлаймын, себебі менің корейский магазин. Абдыхалиханға аламыз ба? Ладно, алмай қояйық. Бұларда и так-та ойыншықтары өте көп. Мынандай ойыншықтың бағасы 3+ деп тұр. Осындай, трансформироваться дете алады екен ғой. Бағасы жазылып тұрған жоқ. Міне 3990 теңге екен. Мама, смотри, расчески какие. Мынақты өте әдемі тарақтар бар екен. Мына тарақты қараңыз. Осындай менде әпкемде болған. Бұда осылай заколкасы бар екен. Шашты істегенге өте ыңғайлы. Өте әдемі, оның бағасы 1390 қайтан. Біз оны үйге аламыз деп шештік. Мына жақта әр түрлі айналар бар екен. Қараңыздар. Андай кәдімгі дөңгелек, квадрат, подсветкасы бар ғой деймін, бірақ батарейка керек. Мінекей өте әдемі айналар, үлкен кішісі бар. Және де осындай айналардың бағасы 1190 теңге. 2190. Ана жақта әр түрлі мектепке заттар бар екен. Ручка, карандаштар, пеналдар. И Дарья өзіне блокнот алғысы келіп тұр. Осындай. Қараңыздар, өте әдемі блокноттар. Бұндай блокноттың бағасы 1390 теңге. 1390 теңге әр рет болатын. Мына жерде әр түрлі маскалар бар екен. Суреттері өте әдемі. Ондай маскалардың бағасы 1390. Ары қарай жүрсек, бұл жерде әр түрлі электроника бар екен. Қараңыздар, пауэрбанктар, шнурлар, хоп-сокеттар, ойын ойнауға арналған телефонға джойстиктар, мышкалар, әр түрлі чехолдар бар екен. Және мына жақта қайтадан әр түрлі шнурлар, наушниктер, және де осындай наушниктер бар екен, қараңыздар. Өте әдемі түстерде бар екен, мындай портмонелер. Ары қарай жүрсек, қайтадан осындай сумочкалар, портмонелер. Бұның бәрі өте качественный, корейский. Мына жерде әр түрлі столға лампалар бар екен, және де штатив. Это что? Ладно. Қараңыздар, қандай әдемі шоперлар бар екен бізде. Осындай мишкалар қазір өте күшті, популярны. Және де ондай шоперлардың бағасы 3990. Бұндай әдемі және де качественный шоперге бұл қатты қымбат емес деп ойлаймын. Сосын әйте әрине мектепке керек рюкзактар бар. Оларда қатты яркий цвет емес,
көзге приятный және де олардың бағасы қанша екен бізде 6990. Ары қарай да бізде осындай рюкзактар бар, айтқандай жолға керек. Мына жақта спортивный заттар бар екен, мысалы скакалка мынандай, ол уже профессионалға қанша 2990 тұрады екен осындай скакалка резиновый бар екен. Бірақ ойыншықтарға көп тоқталмайық, олар өте көп және де олардың бәрі качественный. Мына жақта әртүрлі духилар бар екен, көріп тұрғаныңыздай упаковкалары өте әдемі, қараңыз, мынаны совсем жүрек сияқты. Мужской да, женский да көп духи бар. Мінекей біз кассаға келдік. Бұл жерде әртүрлі бижутерия бар екен, сережкалар бар, колечкалар бар, мынандай цепочкалар бар. Да. Мінекей біз бәрін алдық, және де қазір біз фудкортқа барамыз. A11 tabii ki. Galaxy A11. О, вот прозрачный. Вот это вот моя модель. Вот меня. Асная картинка сапаем. Можно еще сырный соус? Обожаю сырный соус. Я тоже. А чего у них сырные соусы такие маленькие? Не знаю. О, нам сдай, мама. Әкем де мұздайды, маған. Он такой хрупкий. Мінекей достар, біз ТРЦ-ден шықтық, және де қазір біз үйге барамыз. Сол үшін осы моментте біздің видеомыз бітеді. Каналымызға подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді баршаға сау болыңыздар.